Құрметті Қазақстан халқына қорының жұмысшылары, құрметті әріптестер, менде бір мынандай сұрақ болып тұр. Мына екі жоба бойынша сіздер білім министрлігінің жұмысын атқарып жатқан жоқсыздар ма? Себебі білім министрлігіне оларда сіздер сияқты сол жоба беруге ұсыныстары, құқықтары бар ғой дегенмен де. Қазіргі таңда осы балалар саны әртүрлі диагнозбен ауыратындар көп болып бара жатыр. Сол медицина саласына бөлсек қалай болады? Рахмет. Гульзия Кайырбаевна, просто бүгін Гульзия Кайырбаевна, наверное, сейчас ответит на этот вопрос. Мен айтайын дегенім, сфера образования, жаңағы білім саласында бізде екі-ақ проект. Жаңағы 11 проектінен екеуі сфера образования. Біреуі сфера спорта, а қалғандарының бәрі денсаулық сақтау саласындағы жобалар. Ол туралы бүгін просто айтылмай кетті. Эля, наверное, надо было хотя бы сказать название проекта в сфере здравоохранения. Просто люди думают, что у нас только вот эти два проекта в фонде. Так, уважаемые участники, я в самом начале сосын тағы да бір говорила... айтып кететін жағдай, кешірім сұраймын. Не, әрбір өңірге өзінің бір куратор тағайындасаңыздар, біз халыққа дұрыс ақпарат бере алатындай. Кураторларды белгілеп берсеңіздер бізге. Рахмет.